Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Омарбек Омаржан Тірібосынымнан. Бүйім және тауар технологиясы мен құрастыру кафедрасының қауымдастырылған профессор қызметін атқарамын. 15-ші дәрістің тақырыбы зерттеу нәтижесін ұсыну. Есеп, мақала, постер, презентация, пікірталас мәдениеті. Дәрістің мақсаты білім алушыларға зерттеу нәтижесін ұсынудың негізгі формаларын, олардың құрылымдық ерекшеліктерін және ғылыми коммуникация қағидаларын меңгертіп, оларды тігін бұйымдары технологиясы саласында зерттеу жұмыстарында дұрыс қолдануға үйрету. Дәріс бірнеше сұрақтардан тұрады. Бірінші сұрақ: зерттеу нәтижесін ұсынудың ғылыми маңызы. Екінші сұрақ: ғылыми есеп, құрылымы және талаптары. Үшінші сұрақ: ғылыми мақала, жаңалық ерекшеліктері. Төртінші сұрақ: ғылыми постер, визуалдық коммуникация. Бесінші сұрақ: ғылыми презентация, құрылым және дизайны. Алтыншы сұрақ: пікір-талас мәдениеті және ғылыми коммуникация. Және жетінші сұрақ: тігін бұйымдары технологиясынан қолданбалы мысалдар. Зерттеу нәтижесін ұсыну. Зерттеу нәтижесін ұсыну дегеніміз ғылыми жұмыстың қорытынды кезеңі ғана емес, оның ғылыми құндылығын бекітетін негізгі бөлігі. Егер нәтиже жүйелі түрде жазылмаса, түсіндірілмесе және ғылыми қауымдастыққа жеткізілмесе, зерттеу толыққанды ғылыми айналымға енбейді. Ғылыми нәтижені ұсынудың маңызы. Біріншіден, ол зерттеудің тексерілетінділігін қамтамасыз етеді. Екіншіден, басқа зерттеушілердің сол нәтижені салыстыруына немесе қайталануына мүмкіндік береді. Үшіншіден, ғылыми жаңалықтың теориялық және практикалық мәнін ашуға жағдай жасайды. Ғылыми нәтижені ұсынудың негізгі формалары. Ғылыми нәтижені ұсынудың негізгі формаларына ғылыми есеп, ғылыми мақала, постер, баяндама және презентация жатады. Әр форманың мақсаты ортақ болғанымен, адресаты, құрылымы, көлемі және көрнекі пішімі әртүрлі болады. Сондықтан зерттеуші тек зерттеу жүргізіп қана қоймай, сол нәтижені мақсатты аудиторияға бейімдеп ұсыну білуі тиіс. Ғылыми есеп. Ғылыми есеп дегеніміз орындалған зерттеулердің барысын, әдісін, нәтижесін және қорытындысын жүйелі баяндайтын академиялық мәтін. Ғылыми есептің типтік құрылымы мынандай болады: тақырып және автор туралы мәлімет, қысқаша аңдатпа, кіріспе, материалдары мен әдістер, нәтижелер, талқылау, қорытынды, әдебиеттер тізімі және қосымшалар. Ғылыми есепте әдіс бөлігі. Әдіс бөлімі. Ғылыми есепте әдіс бөлімі зерттеуді қайталауға жеткілікті деңгейде толық болуы тиіс. Нәтижелер бөлімі тек деректерді береді, ал талқылау бөлімінде сол деректердің мағынасы, шектеуі және өзге еңбектермен байланысы талқыланады. Бұл бөлініс ғылыми жазудың объективтілігін сақтауға көмектеседі. Ғылыми мақала. Ғылыми мақала дегеніміз ғылыми нәтижені жариялаудың
ең ықпалды және ең таралған жанры. Оның басты ерекшелігі жаңа білімді қысқа, дәлелді, стандартталған түрде ұсынылуы. Ғылыми мақаланың жаңырлық ерекшеліктері налар жатады. Жаңалыққа бағытталуы, рецензияланатын ортаға арналуы, дәлел мен дерекке сүйенуі, стандарттық құрылымға бағынуы, библиографиялық және этикалық талаптардың сақталуы. Ғылыми мақаладағы аңдатпа. Ол бүкіл жұмыстың қысқаша моделі ретінде зерттеудің мақсатын, әдісін, негізгі нәтижесін және қорытындысын ықшам түрде қамтылуы керек. Сол сияқты тақырып қысқа, нақты және іздестіру жүйелерінде оңай таңылатын болуы тиіс. Ғылыми мақала ғылыми есептен айырмашылығы. Ғылыми мақала ғылыми есептен мынандай белгілермен ерекшеленеді. Мақала әдетте қысқа, жинақы, жаңалыққа бағытталған және журнал талаптарына қатаң бағынады. Ал ғылыми есеп көлемді болады, көбінесе оқу зертханалық немесе жобалық зерттеуді толық сипаттауға арналған. Сондықтан мақалада артық сипаттама емес, ғылыми дәлелдеудің ең өзекті өзегі беріледі. Ғылыми постер. Ғылыми постер дегеніміз зерттеу нәтижесін көрнекі және ықшам түрде ұсынуға арналған коммуникациялық формат. Постердің басты ерекшелігі мәтін мен көрнекілік арасындағы тепе-теңдік. Жақсы постер көп мәтіннен емес, негізгі идеяны айқын көрсететін құрылымнан, кесте графиктен, суреттен және қысқа тірек мәтіннен тұрады. Постердің құрылымы әдетте мына бөліктерден тұрады. Тақырып, автор және ұйым, кіріспе немесе мәселе, әдіс, нәтиже, қорытынды, әдебиет пен байланыс ақпараты. Постердің сапасы. Ғылыми постердің сапасын бағалауда мазмұн ғана емес, рәсімдеу дизайны да маңызды. Қаріп өлшемі, бос кеңістік, түстердің үйлесімі, иллюстрациялардың айқындығы және көзбен шолуға ыңғайлылық постердің түсініктілігін арттырады. Ғылыми презентация. Ғылыми презентация дегеніміз зерттеу нәтижесін аудитория алдында ауызша және көрнекі түрде ұсынылатын формат. Ғылыми презентацияның құрылымы. Тақырып және мәселе. Зерттеу мақсаты. Әдіс. Негізгі нәтижелер. Түсіндіру және маңызы. Қорытынды. Сұраққа жауапқа дайындық. Қазіргі ғылыми презентация. Қазіргі ғылыми презентациялар жөніндегі рецензияланған мақалада да негізгі 4 блок ретінде ғылыми баяндау желісі, слайд дизайны, деректерді ұсыну және ауызша жеткізу шеберлігі аталады.
Ғылыми презентацияның дизайны. Презентация дизайнында мәтінді шамадан тыс көбейтпеу, әр слайдқа бір негізгі ойды беру, деректерді көрнекі кесте мен график арқылы жеткізу, бірізді стиль сақтау ұсынылады. Презентацияның сапасы. Ғылыми презентацияның табысты болуы тек слайд сапасына емес, баяндамашының сөйлеу мәдениетіне тәуелді. Сондықтан слайд көрнекі тірек болса, негізгі ғылыми түсіндіру ауызша берілуі тиіс. Бұл постер мен презентацияның ортақ қағидасы болып табылады. Ғылыми коммуникация. Ғылыми коммуникация дегеніміз ғылыми нәтижені жариялау, таныстыру, талқылау және бағалау үдерістерінің жиынтығы. Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымның ғылыми коммуникация модулі ғылыми коммуникацияны тек жариялау емес, ғылыми қауымдастыққа өзара әрекет, рецензиялау, дәйек сөздеу және білімді алмасу жүйесі ретінде қарастырады. Пікірталас мәдениеті. Пікірталас мәдениеті ғылыми коммуникацияның маңызды бөлігі. Ол қарсы пікірлерді құрметпен тыңдау, дәлелге сүйену, тұлғаны емес идеяны талқылау, сұрақты нақты қою және жауапты қисынды беру қағидаларына негізделінеді. Зерттеу адалдығы жөніндегі қазіргі әдебиетте ғылымның сенімділігі тек зерттеу әдісіне ғана емес, ғылыми қауымдастық ішіндегі жауапты диалогке де тәуелді екені көрсетілді. Ғылыми пікірталастағы талаптар. Субъективті бағалаудан гөрі дәлелге сүйену, өздегінің еңбегін дұрыс тану, сұраққа нақты жауап беру, шектеулерді мойындай білу, белгісіздікті асыра жасырып көрсетпеу. Мысалы, 1. Тігін бұйымдары технологиясында зерттеу нәтижесін ұсыну көбінесе тәжірибелік сипатта болады. Мысалы, зерттеуші костюмдік маталардағы тігіс беріктігін, ине нөмірінің материал деформациясына әсерін, немесе жіп керілуінің сапа көрсеткіштеріне ықпалын зерттесе, бұл нәтижені ғылыми есепте толық, ал ғылыми мақалада ықшам және жаңалыққа бағытталған түрде ұсынылуы қажет. Ғылыми есеп пен мақалаға қойылатын құрылымдық талаптар мұндай қолданбалы зерттеулерге де толық қаралады. Мысалы 2. Ғылыми постер форматында тігін технологиясы бойынша, мысалы, әр түрлі мата түрлеріндегі тігіс ақауларының салыстырмалы талдауы, немесе ине, жіп, мата сәйкестігінің тәжірибелік нәтижелері сияқты тақырыптар көрнекі беріледі. Мұнда график, макро, фото, тігіс үлгілері және қысқа қорытынды шешуші рөлді атқарады. Постердің мақсаты күрделі технологиялық деректі тез қабылдайтынын көрнекі формаға келтіру. Мысалы 3. Ғылыми презентацияда тігін бұйымдары технология саласындағы зерттеулер үшін өндірістік маңызға басымдылық беру тиімді. Мәселен, қай технологиялық режимнің ақауды азайтқаны, қай әдістің сапаны көтергені,
қандай параметрлердің ең ықпалды болғаны. Бұл аудиторияға нәтиженің ғылыми ғана емес, практикалық мәнін де көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл дәрістің соңында өткен материалға байланысты тесттік сұрақтар құрастырылды.